шындап, достар, бүгін біз ертегілер сериясын жалғастыратын боламыз. Бүгін ертегілер сериясын мен айтамын. Достар, бүгін мен сіздерге жүрек жұтқан деген ертегіні айтып беретін боламын. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні құс екен. Бір топ бала мектептен шығып келе жатады. Үлкен үйдің артынан бірді ит шығады. Балалардың бәрі қашып кетеді. Тек қана Алан ғана қалады. Себебі ол жерде кішкентай ғана қыз жылап тұр екен. Алан итке қарсы шығып, «Кет!» деп айқайлап жіберді. Сосын ит кілт тоқтады. Бір-екі үрді де бұрылып кетіп қалды. Қызының дауысын естіп, анасы далаға шықты. Аланды көріп, оған рахметін айтты. «Сен өзі жүрек жұтқан бала екенсің», дейді. Еш нәрседен қорықпайтын батыр жігітті жүрек жұтқан деп атаймыз. Достар, осы ертегіден түсінгеніміздей ештеңеден қорықпауымыз керек. Егер біреуден қорқып тұрсаңыздар, оны жеңе білу керек. Ұнаса лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.